Құрметті көрермендер, географияда ғаламдану үрдістері пәні бойынша сабақтың тақырыбы ғаламдану жағдайындағы тұрақты даму мақсаттары. 9-ші мақсат инфрақұрылым, индустрия және инновация. Негізгі мақсаттардың көрсеткіштеріне келетін болсақ, бұл баршаға қолжетімді, сенімді экологиялық тұрғыдағы инфрақұрылымды дамыту, жаңа 2030 жылға қарай өнеркәсіп үлесін арттыру, жұмыспен қамтуды арттыру, ұсақ кәсіпорындардың қаржылық қызметтерге, кредиттерге қолжетімділігін жасау. Инфрақұрылымды жетілдіру, ресурстарды тиімді пайдалану және экологиялық таза технологияларды кеңінен енгізу. Енді негізгі көрсеткіштері дамушы елдердегі экологиялық тұрақтылықтарды және технологияларды қолдау, дамушы елдердегі өнеркәсіпті диверсификациялау немесе әртараптандыру, кейінгі ақпараттық коммуникацияларды, технологиялардың қолжетімділігін қамтамасыз ету. Негізі бұл тұрақты даму мақсаттарының 9-ші мақсатының пайда болу себептері бұл инфрақұрылымның жеткіліксіздігі, яғни нашар жолдар, электрмен жабдықтау, су құбырларының жоқтығы, екіншісі бұл өнеркәсіптің әлсіздігі, жұмыссыздық өсуі, экономиканың жаңағы әртараптандырылмауына әкеледі. Яғни жабдықтардың жабылуы, суреттегідей жолдардың болмауы. Үшінші себеп бұл инновацияның артта қалуы, яғни ғылыми зерттеу институттарында жаһандық бәсекеге қабілетсіздігін көруге болады. Енді ең басты шетелдердегі тәжірибелерге келетін болсақ, бұл ақш Америка құрама штаттары, бұл жердегі жаңа Кремниевая долина дейді, яғни ғылыми зерттеу орталықтарын жақсы қаржыландырады, технологиялық стартаптарды қолдайды мемлекет тарапынан. Екіншісі бұл Германия мемлекетінде индустрия 4.0 деген бағдарламасы бар. Бұл өзі 3-ші этабы, мысалы компьютерлендіру және автоматизацияландыру болса, 4-ші этабы бұл жасанды интеллектті пайдалану арқылы киберроботтармен жұмысты жасау болып табылады. Және Қытай көшіміз, мысалы бір белдеу, бір жол бастамасы, яғни ірі инфрақұрылымдық жобалар. Яғни Қытай тек қана жаңа теңіз жолдарының ғана емес, сонымен қатар құрылғы арқылы өзінің жаңа тауарларын Европаға жеткізу мүддесі тұр. Қазақстандағы енді қазіргі жағдайдағы тұрақты мақсаттың жүзеге асырылуы, бұл біріншіден жаңағы Павлодар облысындағы Екібастұз ферроқорытпа зауыты мысалы, сондай Қостанай облысындағы жүк көліктері шойын құю арқылы өндіретін Камнит KZ зауытын айтуға болады. Сондай-ақ бұл Алматы облысындағы Вольфрам кен орнындегі игеру зауыты, Алматы облысындағы жаңа жылу материалдарын жасау, мысалы Техноникөл компаниясын айтуға болады зауытын. Сондай-ақ темір жол жылжымалы құрамы серпулерін, яғни пружиналарын жасау көзделіп отыр Қазақстан тарапынан. Енді негізгі бағыттарына келетін болсақ, ұлттық жобалар 4 негізгі бағытты қамтиды. Бұл энергетикалық инфрақұрылым, көліктік инфрақұрылым және сумен жабдықтау, су бұру. Сондай-ақ 4-ші цифр инфрақұрылым, ол бойынша қазіргі таңда 10 жоба қарастырылып отыр. Енді Қазақстандағы инновациялар келетін болсақ, бұл мысалы өзіміз білетін нұрлы жол бағдарламасын айтуға болады. Сондай-ақ Қазақстан ғарыш бағдарламасы, мысалы Казсат-3, сондай-ақ Астана хаб стартаптарды қолдау бағдарламасы, сондай-ақ Батыс Еуропа, Батыс Қытай бағдарламаларын айтсақ болады. Енді сот талдауға келетін болсақ, күшті жақтары бұл Қазақстанның жаңағы географиялық орналасуы, орталық Азиядағы ең үлкен логистикалық хаб ретінде қарастыруға болады. Сондай-ақ Қазақстан мемлекеті минералды ресурстарға бай, сондай-ақ жаңағы үкімет бағдарламаларын қолдауы болуы. Енді мүмкіндіктер бұл халықаралық инвестициялар тартуымыз керек, жас кәсіпкерлерді, стартаптарды қолдауымыз керек, және жасыл экономиканы дамытуымыз керек. Енді әлсіз жақтары бұл инновацияның жаңағы әлсіз деңгейде болуы әлі күнге дейін, ғылым өндіріс арасындағы байланыстың болмауы, жаңа айтып өткендей, ғылым жағдайында жасалған нәрсе практикада көп кезде жасалмайды. Сондай-ақ қауіптер бұл әлемдік экономиканың қазіргі саяси тұрақсыздығы, экологиялық мәселелердің ушығып бара жатқандағы, сондай-ақ геосаяси жаңағы кеңістіктегі қақтығыстардың күшеюі. Енді инновацияларды мемлекеттік қолдау шараларына келетін болсақ, бұл мысалы бірінші тарапта коммерцияға бағытталған инновациялық гранттарды айтсақ болады. Екіншісі бұл жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға
инновациялық гранттар бөлу арқылы жүзеге асады. Үшіншісі бұл салаларды технологиялық дамытуға арналған инновациялық гранттарды айтсақ болады. Енді қорытындылай келетін болсақ, 9-шы жаңағы тұрақсыздық даму мақсатын жүзеге асыру бұл Қазақстанның дамуының басты кепілі болып табылады. Бұл инновациялар, өндірістер, инфрақұрылым елдің болашағына салынған инвестиция ретінде қарастыруымыз керек. Халықаралық әріптестіктерді нығайтуымыз, сондай-ақ ғылымды қолдауымыз керек.